Bismillahirrahmanirrahim. 8-ші бөлімді жалғастырамыз. Пайғамбар қиссасынан бүгінгі бөлім Рабби Аллах, Раббым Алла. Арафа Ибрахим анналлаха Раббуху. Яғни Ибрахим Алланың өзінің Раббы екенін білді. Ли анналлаха хайюн ла ямут. Өйткені ол тірі, ол өлмейді. Ва анналлаха бақин ла яғиб. Және Алла мәңгі, ол жоғалып кетпейді. Ва анналлаха қауиюн ла яғлибуху шейун. Және Алла қуатты, күшті, оны еш нәрсе жеңе алмайды. Ва арафа Ибрахим анналлаха Раббул каукаб. Яғни Ибрахим Алланың жұлдыздың Раббысы екенін білді. Ва анналлаха Раббул қамар. Және Алла айдың Раббысы екенін білді. Ва анналлаха Раббул шамс. Және Алла күннің Раббысы екендігін білді. Ва анналлаха Раббул аламин. Және Алла әлемдердің Раббысы екендігін білді. Ва адаллаху Ибрахим ва жаалаху набиян халила. Ал Ибрахимді тура жолға салды, және оны пайғамбар әрі өзіне жақын дос халил етті. Яғни халил дос, жақын дос. Ва амар Аллах Ибрахим айядауа қаумаху ва ямнаахум мин ибадатил аснам. Және Алла Ибрахимге өз елін дінге шақыруды және оларды пұттарға табынудан тыюды бұйырды.